Көктемгі су тасқыны елесінде, әсіресе солтүстік батыс аймақтарда апаттың салдары мен зардабы оңай соққан жоқ. Сол тілсіз жауға қарсы күрескен жамбылдықтар енді сый-құрметке бөленді. Мәселен, бір ғана Атырау облысынан, Жамбыл облысынан сол кезде 65 азамат аттанған екен. Бүгін бейбіт күннің батырларын облыс әкімі Ербол Қарашөкеев марапаттады. Салтанатты жиыннан Гүлзат Сейдуллақызы жалғастырсын. Тілсіз жау айтып келмейтін апат. Сондықтан батыс өңіріндегі қауіптің бетін қайтару үшін ел азаматтары жұмыла атсалысты. Ерлердің ел үшін жасаған ерлігі ескерусіз қалмады. Бүгін олар салтанатты жағдайда марапатталып, үлкен қошеметке ие болды. Алғыс білдіреміз, облысқа сіңірген еңбектеріңіз үшін көп-көп рахмет сіздерге. Сол кезде тілсіз жаумен күресуге Жамбыл облысынан 100-ден аса техника жұмылдырылып, 60-тан аса азамат тер төкті. Олар 1,5 ай бойы бөгеттер соғып, нөпір суға тосқауыл жасауға атсалысқан. Ол жақта біз енді 1,5 ай нөпір судың келер алдын алдық. 2500 километр шақырым бөгеттер, дамбалар салынды. Сол бөгеттердің барлығының ішінде осы Жамбыл облысының барған арнайы техникалар жұмыс жасады. Бейбіт күннің батырларын марапаттаған салтанатты жиын соны концерттік бағдарламаға ұласты. Гүлзат Сейдуллақызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.